Алланың қазынасы. Мұса пайғамбар бір күні Алладан: «Я Тәңірім, сенің де мал мүлкің дүние қазынаң бар ма?» деп сұрады. Алла: «Бар» деп жауап берді. «Көрсем бола ма қазынаңды?» деді Мұса. «Жоқ, көрсетсем көптен көңілің қалады» деді Алла. Мұса өтініп қоймаған соң, Алла оған ана таудың бір шатқалына шық деп бұйырды. Мұса шатқалға барса, кілең арық қой, шұнақ ешкі, кәрі сиыр, қотыртай, шқақлақ, соқыр түйелер қаптап жайылып жүр екен. Одан бөлек күйе жеген киіз, тесілген текемет, сынған сандық үйіліп жатыр. Мұса сасып қалып: «Я Алла, мыналар шынымен сенің мал мүлкің бе?» деді. «Иә, қалайша сенің малың ақсақ-тоқсақ, ауру сырқау. Енді маған не дейсің, Мұса? Адамдардың Құдай жолына атаған садақасы шалған құрбаны осы болса,